Достар, естерінде ме, iPhone презентациясы 2 сағат болса, келесі PlayStation 5 Pro шыққан презентациясы өте қысқа видео болды. PlayStation архитекторы Марк Черни камера алдына отырып алып, жаңа приставканы мақтады. Бағасын айтқым келіп тұр, бірақ оны соңына қалдырайық. Бәрін мазалайтын сұрақ ол PlayStation 5 пен PlayStation 5 Pro-ның айырмашылығы қандай? Оның негізгі 3 артықшылығы бар. Біріншісі, кадр жақындатқанда сапасын бұзбайтын жасанды интеллект қосылған. Екіншісі, трассировка енді әдемілеу көрінеді, яғни неше түрлі сәулелер, жүгірген, ұшқан эффекттер. Және үшіншісі, ол графикалық процессор жақсартты. Бұрынғыдан 67%-ке мықтырақ. Және оперативті жады 28%-ке өсті. Ол тек оперативті жады. Сонда жалпы айтқанда PlayStation 5 Pro ойнағанда ол 2 есе әдемі көрініс аласыңдар, тірі адамдарды көргендей боласыңдар. Ал ол барлық ойындар емес, ол тек мына ойындар: Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, Crew Motorfest, First Descendant және The Last of Us Part 2. Сонда осы ойындар үшін сен қымбат PlayStation 5 Pro аласың ба? Сен қандай ойын ойнайсың? Комментарийге жаз. Дизайн жағынан кішкене ғана өзгерді, зато ойын жылдам орнатылады, өйткені ішінде Wi-Fi 7 орнатылған. Және минимум 2 терабайт ішкі жады болады. Бірақ жаман жақтары да бар. Ең арзанында дисковод болмайды. Ол керек болса бөлек сатып аласың. Ол тұрмақ вертикалды тіреп қоятын бөлшектің өзін сатып аласың. Бағасы ең арзаны 340 мың теңге болады. Ол өте қымбат. Бізге келгенше тағы да қымбаттайды. Салыстыру үшін PlayStation 5 Америкада әлі 240 мың теңге тұрады. Сонда PlayStation 5 Pro бағасы 340 мың теңге болса, оған дисковод алсаң, оған вертикалды ұстағыш алсаң, ақша жетпес баға болатын сияқты. Одан да дербес компьютер ауысқан дұрыс шығар. Сен қалай ойлайсың? Ал егер сонда да PlayStation 5 Pro аламын десең, ол тек 7 қарашада сатылымға шығады. Бірақ қыркүйек айынан 26-сында заказ беріп үлгір. Сенің ойың қандай? Комментарийге жаз.